Ассалаумалейкум достар, кешегіде Туманкаға реле жалғауды кнопка арқылы көрсетпеген еді көбісі. Соны көрсетейін деп жатыр. Бүгін схемасы бар интернетте. Енді бізде бұл жерге универсальный реле, кнопка, мамп, папка, енді сіздерге провод и мынаны аккумулятордан жалғаудан алдым. Кешегіде бәрі предохранитель деп жатыр. Сол предохранитель аккумулятордан алдым жалғайтын боласыздар, обязательно ол. Сосын кешегіде мынандай фишкамен жалғасаң болмай ма релені деген еді. Я, болады осындаймен, просто мына жақтағы сандар түсініксіз болып қалады. Сіздер қалай кетіп жатыр, бұл қалай кіріп жатыр. Бастайтын боламыз. Енді бірінші бізге мына жерде 87 дегенге постоянно питание беретін боламыз. Бұл аккумулятордан келеді, бұл 87 именно. Аккумулятордың плюсы мынау. Кейін зажигание замоктың астынан плюс алатын боласыздар кнопкаға. Оның біз мына жерде 85 деген ножка тұр. Осы ножкаға жалғайтын боламыз 85-ке. Так, 86-ға постоянно минус береміз, міне, мына ножкаға. Енді лампочкаға жалғау керек. Лампочкада бір жағы минус, бір жағы плюс болатын болады. Біз бұдан шыққанда біреуін лампочканың бір шетін жалғайтын боламыз. Екі лампочка болады, нагрузка болмай ма кешегіде бір сигналмен жалғағанда көп комментариялар кеткен. Соған байланысты екі лампочка. Туманкаға қалай жалғау жолын көрсетілетін. 30-дан шыққан ножкадан лампочкаға кетеді питание. Екінші ножкасын постоянно минусқа береміз. Екі ножка минус болып келеді бізде. Кнопка қазір нөлде тұр. Бір деген фиксацияны бассаң жанатын өшеді. Басасың, жанат. Туманкаға LED-ті да, ксенонды да осылай жалғап алсаңыздар болады туманканың астына.